Ассалаумағалейкум, бүгінгі шолуды арнайы фотоаппаратқа арналған вспышка, яғни жарық беруші Godox V852 нұсқаға арнайтын боламыз. Бастамастан бұрын алдымен бұны ашайық. Олай болса кеттік. Ішіне не бар екен көрейік. Так. Қытайша жазылған. Гарантийный талон. Срок гарантии бір ғана айға екен. Документі. Және ішінде батарейка зарядтайтын зарядкасы. Оның тығатын проводы. Және бұл жердегі вилка біздің стандартқа келмейді, сондықтан андай переходник салып жүрген. Одан кейін батарейка. Вспышканың өзі. Опа. Мынаны айтпасқа болмайды, оның ножкасы бар, өзінің ножкасы. Бұны штативке қатырып қоюға болады. Бұл вспышканың ең маңызды ыңғайлы жағын айта кетейін. Ол алдымен бұл литий-ионовый батарейкасында кезінде бұндай литий-ионовый арнайы батарейкамен шығатын вспышкалар болмаған уақыттарда біз бұндай 2А, яғни осындай сериялық батарейканың бір вспышкаға 4 ион қолданатын едік. 4 ион қолданамыз, және ол той түсірген уақытта бір комплект, яғни 4 штук батарейка бір тойға жетпейтін, сондықтан былай айтқанда 8 батарейка бір тойға кететін болатын. Ал қазір литий-ионовый батарейка, бұны арнайы өзінің қуаттайтынымен толықтай қуаттап алғаннан кейін, бұл батарейка былай айтқанда 2 тойға анық жетеді қуаты. Сондықтан бұл өте ыңғайлы және шығынсыз, артық шығынсыз былай айтқанда, себебі мынаны әр уақытта сатып алу керек болады, немесе зарядталатын батарейка алғанмен де 4 батарейканы былай қойып, 8 батарейка болса 8 батарейка. Егерде сізде вспышкаңыз 3-4 вспышкамен жұмыс жасайтын болсаңыз, онда ойлай беріңіз, сізде 16, 24, тіпті одан да көп батарейкалармен жұмыс жасайтын боласыз. Сондықтан ол жерде шатысасыз, былай айтқанда ыңғайсыздық тудыртады. Сондықтан бұл өткен шақ, бізге керек емес. Қазір ең бірінші ыңғайлы нәрсесі осы литий-ионовый батарейкасында болып тұр. Әрі қарай оның ішіндегі мүмкіндігі және өзінің бағасына өте жақсы деп айтсақ болады, себебі бұның құны 50 мың теңге тұрады. Бұрын 40 мың еді, қазір 50 мың теңге тұрады. Тіпті 50 мың теңгеге көтерілсе де, бұл өте ыңғайлы, қолайлы және өте мықты вспышкалардың қатарына жатқыза аламыз. Олай болса, сіздерге қандай ерекшеліктері бар, қандай мүмкіндіктері бар, сол туралы айта кетейін. Үстінде әдеттегідей тырнағым жоқ, что-то. Өте ыңғайсыз. Немесе тырнақ өсіріп жүріңдер. Рассеятелі бар, яғни жарықты одан әрі шашады, және отражатель. Ол барлық вспышкада бар деп айтуға болады. Және өзіңізге ыңғайлы неге дейін бұра аласыз. Бұлай бұруға қазір новый болғандықтан кішкене қатты болып тұр. Және айналдырып бұлай да бұра аласыз. Бұлай қолдана аласыз. Өте ыңғайлы. Міне көріп тұрғаныңызда бұл вспышка және оның литий-ионовый батарейкасы. Оны арнайы мына жерге бүйтіп саласыз. Шығаратын кезде мынандай ақ нәрсесі бар, соны тартып жібересіз. Жабамыз. Қосатын жағы on-off мына жерде. Және де бұл бір контакты, яғни вспышка болып айтылады. Егерде TTL болатын болса, бұл жерде барлығы zoom авто болады, тағысын тағы фокусқа арналған жарық автоматически болады. Ал
бір контакты болғаннан барлығы бұл жерде ручной, яғни фокустың жарығы көріп тұрғаныңыздай ручной болды, және зум да ручной, қолмен өзіңіз беріп жасайсыз. Олай болса, әрмен қарай сіздерге толықтай барлығын түсіндіре кетейін. Бұл жерде мод, яғни режимі, одан кейінгі зум бар. Жаңа айта өткендей, зум бұл жерде ручной, автоматты түрде емес, өзіңіздің керегіңізді қолмен дәл осылай қойып аласыз. Міне 35, 50, 85, 70 деген сияқты өзіңіз қойып аласыз. Егерде бұны FN деген екінші ұзақ басып тұрсаңыз, сіз кастом менюға кіресіз, яғни бұл вспышканың ішіндегі настройка, оны қазір толықтай барлығын айта кетемін. Келесі MF деген бұл фокусқа арналған жарық, яғни өзіңіз қолмен бұны жағып аласыз да, потом фотоаппарат фокус ұстағаннан кейін сосын суретке түсіресіз. Бұны енді қалай айтсақ болады, негізінде ыңғайсыз. Егерде бұл жерде бір контакты емес, одан көп болатын болса, автоматты түрде болатын болса, онда бұл өзі фокустап алып жанып, және фокустап болғаннан кейін негізінде өшіп қалады. Әрмен қарай бұл жерде каналдың настройкасы, тағы да қосымша өте бұл аппараттың ең ыңғайлы нәрсесі, ол синхронизатор. Міне Godox'тың арнайы синхронизаторын қолданатын болсаңыз, сіз бұл жерге қосымша синхронизатор қосудың ешқандай қажеттілігі болмай қалады, себебі бұның ішінде аппарат қондырылған. Модты басып тұрасыз, одан кейін S-ке қоясыз. S-те мына жақта көргеніңізде міне канал 23 деп тұр. Синхронизаторда тоже канал 23. Егерде сіз каналды өзгерткіңіз келсе, каналды бит ұзақ басып тұрасыз. Сол кезде міне каналды 25, 23, 22, яғни синхронизатордың каналын тауып аласыз. Менде қазір 23, сондықтан 23-ке қоямыз. Так, 22 болып кетті. 23-ке қоямыз. Сосын бұл жерде бірнеше вспышка қосуға болады. Мысалы, қазір А группада тұр. Міне группа А, оны группаны өзгертетін болсаңыз, міне Б группа, С, Д, міне А, менде қазір А-да тұр. Сондықтан А-ға қоямыз. Бұл жерде де А-да тұр. Егерде сіз мына жерден бірден ауыстыра аласыз. Қазір мен мынаны қозғаған кезде вспышкада өзгеріп жатыр настройкасы. Қазір біз 1:32-ге қойдық. Бір 1:32-ге қойдық. Сосын қазір мен мынаны бит басқанда, міне синхронизатор қазір жұмыс жасап тұр. Бұл тағы да бір ыңғайлы жағының, тек қана сіз өзіңізге тек бір синхронизатор сатып аласыз, қалған мына жерге синхронизатор сізге керек емес. Яғни өзінің ішінде орналасқан. Бұл керек емес кезде міндетті түрде өшіріп қойған әлдеқайда дұрысырақ болады. Перезарядканың уақытын көрейік. 1:1-ге қоямыз. Самый ең мощный. Қазір көреміз. 1, 2, так. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Бұл айтқанда 2-3 секундтың арасында уже перезарядка алып тұр. Ал егерде оны 16 немесе 64-ке қоятын болсақ, енді ол тез жұмыс жасайтын болады. Әрі қарай кастом меню туралы айта кетейін, яғни вспышканың ішіндегі өзіндік настройка. Бірінші SL деген ол вспышка қанша уақыттан кейін өздігі автоматты түрде өшеді. 30 секунд, 60 секунд, немесе 10 секунд, немесе тіпті өшіріп тастауға болады, себебі ол функция болмайды, постоянно қосылып тұрады. Ал бұл жерде 10 секундтан кейін деп тұр, 10 секундтан кейін өшеді. Келесі FS деген бұл фокустың уақыты, яғни мана қызыл нәрсе жандырдық қой, сол неше секундтан кейін өшеді қайтадан. Мысалға қазір қараңыз, біз 30 секундта тұр. Бұл уже ұзақ тұрады. Сондықтан бұны біз аламыз да FS-ті 10 секунд қоямыз, в принципе бізге жетеді. Келесі бізде ол звук, яғни перезарядканың сигналын береді. Например, қазір мысалға біз қазір оны қосып көрейік. 10-ға қоямыз. Міне бит вспышка ұрған кезде звук шығады. Егерде біз қазір 1:1-ге қоятын болсақ, міне дәл осындай. Бұл енді
арнайы вспышканы көрмей тұрған кезде қосуға болады. Бұлай егерде тойда жүретін болсаңыз, бұл нәрсе сізге қатты қажетті емес, және звук жазып жатқан кезде тіпті бұл кедергі келтіреді, сондықтан өшіріп қойсақ болады. Келесі бізде подсветка, яғни экранның жарығы. Міне қазір көргеніңізде on қылу болады, немесе off қылып өшіп қалады. On қыламыз, немесе 12 секунд дейді, 12 секундтан кейін өшіп қалады. Яғни бізге 12 секундта тұрған дұрыс. Келесі ол бізде свет ловушка, оның 3 режимі бар, яғни off және свет ловушка деген барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Жарыққа қарай реагировать етеді, яғни жарық жанса бұл да жанады. Яғни өшіріп тастауға болады, немесе S1 оны қосуға болады. S1 деген бірінші жарыққа срабатывать етеді. S2 деген бірінші жарыққа ешқандай реакция білдірмейді, келесі екінші жарыққа әсер береді. Яғни свет ловушка болады, яғни екінші рет жарық жанған кезде бұл да жанады. Бұл енді өздеріңіздің қолданыстарыңызға қарай керек немесе керек емес. Сонымен сіздерге барлық настройкасын көрсеттім, және бұл жерде міне H деген бар, ол скоростной выдержкеде жұмыс жасайтын болсаңыздар өте тоже ыңғайлы. Ол тек қана сіз синхронизатормен жұмыс жасайтын болған кезде қана жұмыс жасайды. Міне осымен шолудың соңына да келіп жеттік. Егерде вспышка алғыларыңыз келіп жүрсе, дәл осы вспышканы сіздерге алуға кеңес берер едім. Себебі бұл баға жағынан да және сапа жағынан да өте ыңғайлы. Егерде тапсырыс берем десеңіздер, төменге байланыс қалдыра кетемін, сол жерден өздеріңізге тапсырыс берсеңіздер болады. Құрметті достар, міндетті түрде бөлісуді ұмытпаңыздар, және де пікір қалдырып, лайк басып маған жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл сіздердің тараптарыңыздан жасалатын үлкен қолдау деп білемін. Көп рахмет. Ассалаумағалейкум.